бүгін міне кішкентай ғана бүлдіршін қыздарға бой жетіп ұлан асыр Әйгерім анамыз осында салтанат қызының ұзату тойын жасап жатыр. Ендеше осына бөліп келген жаңа құдаларымызда орнымызда бәріміз тұрып шапалақта мықтырақ ұрып тұрып бүгінгі Әйгерім анамыздың әулетіне келген құдаларымызда дуыл шапалақ қошеметпен шашымен қарсы алайық, қабыл алайық. Көрсетіңіздер. Шабалақ қошемет, дарын! Шабалақ қошеметтеріңіз аяғымызда! Салтанат қыздарыңыз келіп жатыр, шабалақ қайда, қошемет қайда! жүрген жері әзіл қалжың басына, той шашылу қазақ үшін түк емес, той қазаққа Құдай берген қазына деп, салтанат қыздарыңыздың қазынасына қош келдіңіздер деп бір бүлдір шапалақ соғып қояйық. Салтанат! Естілмейді! Дарын не боламыз? Екі бөлінеміз, бүгінгі біздің екі команда, оң қол жақ салтанаттың командасы, сол қол жақ бүгінгі күйеу баламыздың командасы, дарынымыздың командасы. Құдаларды көріңіз ба міне, келін үшін орнынан тұрып билеп жатыр. Шапалақ қайда, қошемет қайда? Ал енді салтанаттың командасы көрдіңіздер апа. Енді сіздер дарынның командасыздар, күйеу бала үшін жан пида. Дарын көрдің ба? Сен үшін қаншама дүйім жұрт орнынан артып тұрды, күйеу баланы керемет сыйлайды екенсіздер. Шапалақ қошемет соғып қояйық бір-бірімізге. Ал енді кеттік, салтанатты командасы. Арнайы сіздер үшін әндерді жалғастырамыз. Кеттік майықсыр. Ой, молодец. Ал кеттік, дарынның командасы қалсамыз ба? Кеттік енерже.
Ой, бәрекелді. Туғы жамылық зоқпайын, рахмет. Апам бағила жанын несі тұрсын деп отыр ғой.